Құрметті YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Сіздерге күнделікті жаңалықпен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін лавр жапырағының қандай пайдасы бар екенін сіздермен бөліскім келіп отыр. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа формалас, ақшыл сарғыш гүл ашады. Гүл жапырақшаларының ұзындығы 5-11 см аралығында болады. Жемісі сүйікті қарақоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатын жапырақтары. Енді оның емдік қасиеттеріне тоқталайық. Сіздерге рецептпен бөлісетін боламын. Суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып, жылдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз былшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге болады. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стакан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стакан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде жылдай осыдан дәкеге сіндіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады, яғни бұл геморройға қарсы. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Буын, сал дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып, 1 күнде түгел бітіреді. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стақан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк, яғни укроп қосуға болады. Сіздерге менің ақпаратым ұнаған болса, міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Сіздермен алдағы уақытта да көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын.